адамның қайтыс болып кететінін қалай анықтауға болады? Анықтаған соң ол адамды құтқарып қалу үшін қандай шаралар қолдануға болады? Жақын жандардың өмірінен қауіп төніп келе жатқанын қалай алдын ала біле аламыз? Бүгінгі эфир осы жайлы болмақ. Әрине ауыр тақырып, дегенмен жеңіл жеткізуге тырысамын. Сіздермен Алтынай Аман кармология арнасына тіркеліп қойыңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Жалпы негізі өлім программасы ол біздің әрбір ұяшығымызда бар. Себебі кез келген дүние өледі, жаңарады. Сонымен қатар клеткаларымызда ғана емес, санамызда да бар. Сонда нақтылап дұрыс орналасқан. Ол барлық адамдарда бірдей. Бірақ әртүрлі уақытта, әртүрлі жаста, әртүрлі жағдайда. Өмірдің белгілі бір жағдайларында кез келген адам бұл программаны іске қоса алады. Оны әрине әдейілеп қосады, болмаса білместіктен. Я болмаса белгілі бір жағдай бұл процесті жылдамдатуы мүмкін. Ол әрине адамның толыққанды өмір сүруіне кедергі келтіреді. Негізі өлімнің белгілері жайлы көптеген жазбалар да зерттеулер де бар. Соның белгілерін атап өтсем, онда желке тұсындағы шашы түйінделуі мүмкін деп жазған. Немесе шаштың шатасуы да өлім белгілерін білдіріп, оны тезірек жақындатады екен. Осыдан кейін ғой, бала күнімізде әжеміз болсын, анамыз болсын, шашымызды тарап, екіге шатаспасын деп өріп қоятыны. Сонымен қатар адам өте қызық, бір ерекше түстер көру мүмкін. Мысалы келтірсем, өзге әлемге саяхат секілді сондай дүниелер болуы мүмкін. Тағы да бір белгісі тырнақ беті жылтырайды екен. Көз қарасы өзгереді, яғни көзінен жан кеткен секілді байқалады. Ол әсіресе суреттерден байқалады екен. Өте аз ғұмыр кешіп, үлкен трагедиядан қайтыс болатын жастар суретке күліп түспейді екен. Себебі ол суреттен бізде қана салмақтылық, я болмаса өмірге деген қызығушылықтың жоқтығын байқаймыз. Бәлкім адам шынымен сезетін шығар. Айтпақшы, бәрінен шаршаған болсаңыз, менің мына жоғарыдан шығатын видеоны қарап шығыңыздар, өте пайдалы. Жалпы өлімнің жақындап келе жатқан қалай байқауға болады? Эмоционалдық күйі өзгереді, ашуы басылып, көптеген дүниелерге қолын сілтеп, бағына бастайды. Ер кісілер ішіп бастайды, әйел кісілер өз-өздерін тастайды. Жалпы негізі екеуі де жасырын депрессияға кетеді. Жасырын дегенді білесіздер ғой. Ол мысалы күнделікті күйбең тірлікті жасап жүре беруі мүмкін, дегенмен ішкі қуанышын жоғалтып, ішкі күйзеліске түседі. Міне соны жасырын депрессия деп айтады. Ол кісімен ағынан жарылып сөйлеспесеңіз, оның шын мәнінде жасырын депрессияда жүрген көбіңіз байқамай қалуыңыз мүмкін. Бұл депрессия бірнеше апталарға, я болмаса бірнеше айларға созылуы мүмкін. Адамдар ауырып қана өлмейді. Өлу үшін көптеген жағдайлар себеп болуы мүмкін. Бірақ оның қалай келетіні маңызды емес. Ең маңыздысы, оған сіз өзіңіз рұқсат бересіз. Егер сізде қалай деген сұрақ туса, онда ол эфирді міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Және де арнаға тіркеліп қойыңыздар. Негізі бұл өмірде өлімнің энергиясын көретін адамдар да бар. Ол жалпы қалай жиналады дерсіз. Түсіндіремін, қараңыздар. Егер адамның жақыны өмірден кеткен болса, сол үйдегі тірі адамдарға өмірден озған адамның энергиясы өте қатты әсер береді. Ол қалай әсер береді? Ол тек қана қауіп төндіреді. Өмірлеріне өте үлкен қауіп төндіреді. Әрине, ол егер расымен жақын адам болса, я болмаса сол қайтқан адамға эмоционалдық тұрғыда өте байлаулы болсаңыз, осындай әсер береді. Жалпы негізі бұндай жағдайлар өмірде көп болып жатады ғой. Кеткен адамның артынан бір апта тоқтаусыз жылап, өзі де кетіп қалып жатқанын естиміз. Үйдегі бір адамның кетуі
өлімнің цепочкасын құрастырады. Мысалға, жай ғана егіздерді алып көрейік, сыңарлар. Оның бір сыңары өте ауыр халде жатыр, ал екіншісі содан әсер алып, өзі де шамалы ауырып қалады, бірақ ондай қатты қауіпті емес аурумен ауырады. Екеуін екі түрлі палатаға жатқызады. Екеуі бір-бірін көрмейді, естімейді. Бірақ ең бірінші әлгі қатты ауырып қалған сыңары қайтыс болып кеткен кезде, дәл соның жай ғана аурумен ауырған сыңары да дәл сол уақытта, дәл сондай қалыпта қайтыс болып кетеді. Сондықтан бұл егіздер үшін де өте қауіпті. Өлім программасы жалпы сондай. Бірі кетсе, екіншісіне әсер береді. Егіздер де солай кетіп тұр ғой. Мысалы, мүлдем жазылмайтын дерттерге шалдығатын жандарды, оның алдын ала мінездерін зерттеген ғой ғалымдар, сол кезде түсінген, ол адамның самооценкасы өте төмен болған екен. Және де әр нәрсені көңіліне жақын алып, ренжіп қалатын ренжігіш адам болған екен. Сонымен қатар өзінің ішкі өкпесін ешқашанда сыртқа шығармаған екен. Тіпті жаспен де сондай адамдар болады негізі. Адамдармен ұзақ қарым-қатынас құру оған қиын болады. Ал егер құрған жағдайда ол құрдымға кетсе, онда қайтадан өте ауыр күйзеліске түседі, одан шыға алмайды. Сонымен қатар әлгі бағана айтып өткен белгі, яғни жақынның қазасы да нақты осы жазылмайтын дертке алып келеді екен. Яғни ол энергия бір жыл бойы сондағы тірі адамдарға өлім қаупін төндіреді екен. Міне содан кейін де айтады ғой, бекем болыңыз деп. Былай қарасаңыз, өлім белгісі деп ойламайтын белгілер де бар. Оған көп адамдар назар аудара бермейді, көңілге алмайды. Оған мысалы қандай белгілер жатады? Балалық шақты көп ойлау, сонда кетіп қалу. Бұрындары араласқан бір достар болсын, туыстар болсын, солар тауып алып, сонымен араласу. Табан астында да ол бүткіл анау 40 жылғы қалып қойған қарыздарды қайтару. Содан кейін жиналып қалған тірліктерді жасау, уәдесін орындау. Және осындай майда шүйде білінбейтін белгілер жатады. Біз осыны білдік қой, көрдік, біз сездік қой негізі деп айтатындарды осыдан кейін ғой. Өкінішке орай әрине көп адамдар оны елей бермейді. Әсіресе үйдегі адам іштей күйзеліп жүрсе, ешкім оған көңіл бөлмеуі мүмкін. Мысалы, кім сіздің есе сақтау қабілетіңіздің төмендегеніне, бір нәрсені бүйтіп ойлап кететініңізге, өміріңізге анализ жасамайтыныңызға көңіл бөле береді дейсіз. Байқамауы да мүмкін. Оның үстіне қазір 21 ғасыр бір-бірімен ақтарылып, жүрегін ашып, сырласып, сөйлесу дегеннен қалдық қой. Ондай жоқ қой қазір. Барлығы әйтеуір бір телефонға үңіліп отырады. Мен мазамды алмаңдар, жайыма қалдырыңдар, тиіспеңдер деген болса, осы сөздерді сізге айтқан адам 6 я болмаса 18 ай аралығында бақилық болуы мүмкін. Сондықтан мен бұл эфирді түсіру мақсатым жалпы үйдегі жақын жандарыңызға міндетті түрде сөзіне, көңіл күйіне, барлығына көңіл бөле біліңіздер. Содан кейін міндетті түрде ашық сөйлесіңіздер. Себебі жақындардың орнын ешкім басқармайды. Жалпы негізі ғалымдардың зерттеуі бойынша осы нақты шегелеп айтқанда 6 мен 18 ай аралығында адам өзінің өлетінін сезеді екен. Кейбір кісілер осыны сезіп, тып-тыныш жуынып дәретін алып ұйықтаған секілді жатып, одан кейін кетіп қалады екен. Естеріңізде болсын, біреуге беріліп жаман нәрсе, өлім тілеу, сонымен қатар негатив шашу мен ыза төгу дегенім ол өз еркімен өлім программасын іске қосып жатыр деген сөз. Өзінің өміріне, яғни айтқан адамның біреуге өлім тілегенше өзіңе өмір тіле демейтін беді. Бұл соған келіп тұр ғой. Егер мағынасын толық ашатын болсақ, осы біреуге өлім тілесеңіз, ол өзіңізге өлім программасын күшейтіп жатырсыз деген сөз. Ал нақты ол программа қалай жұмыс істейді? Ол белгілі бір паразит секілді көбейе береді, оны тоқтату мүмкін емес болады. Жалпы негізі барлығы біздің эмоциямызға келіп тіреледі. Эмоция жайлы бөлек эфир түсіремін, сонда барлығы да сіздерге түсінікті болады. Жіберіп алмас үшін міндетті түрде арнама тіркеліп қойыңыздар. Негізі барынша жақсылық тілеп, жақсы көңіл күйде өмір сүрейік. Тек бір дүниені ұмытпаңыздар.
ол адам өлмей тұрып алдымен тірідей өледі. Яғни ол өзі рұқсат береді. Көрдіңіздер ме, барлығы да шынымен де өз қолымызда. Жақындарымызға міндетті түрде белгілі бір уақыт көңіл бөлейік. Егер осы белгілерді көріп қалған болсаңыздар, міндетті түрде осы эфирде айтып өткен шараларды қолданыңыздар. Осындай бір қауіптен құтқарып қалуға кішкене болса да атсалысайық. Әрине білемін, өлімнен ешкім құтыла алмайды. Дегенмен, сол программаны жадымызға жасамау үшін алдын ала біз белгілі бір шаралар қолдана аламыз. Мысалы, ешкімге жамандық тілемеу, өзіңе жақсылық тілеу. Барлығы өзімізден басталады. Ендеше ғұмырларыңыз ұзақ болсын, аман сау болыңыздар. Жақсы.